Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен баялыдан жасалатын рулеттің рецептісімен бөлісетін боламын. Менімен бірге жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Баялдымызды жақсылап жуып алып, керек емес жерлерін кесіп алып тастаймыз. Ұзынша етіп, барынша жұқалап кесіп аламыз. Екі жұмыртқамызға шым-шым тұз қосып, жақсылап араластырып, баялдымызды ең алдымен жұмыртқаға, сосын ұнға аунатып қуыратын боламыз. Жұмыртқадан соң ұнға аунату ол міндетті емес. Қызып тұрған майға баялдымыздың екі шетін 1 минут сайын пісіріп аламыз. Міне достар, біздің баялдымыз уже қызарып пісе бастады. Енді екінші бетіне аударып, екінші жағында дәл солай пісіріп аламыз. Салмасына бізге 1 қызанақ және де чеснок, майонез керек. Қызанақты 4 бұрышты етіп майдалап турап аламыз. Ал енді біздің рулетімізді жинайтын боламыз. Ортасына салат жапырағын қоямыз және де 1-1,5 қасықтай салмасын салып, рулет ретінде орайтын боламыз. Міне достар, осымен біздің рулетіміз дайын, өте дәмді болып шығады. Барлықтарыңызға жасап көруге кеңес беремін. Ас болсын.